Баршаңызға жалынды сәлем достар. Бүгін мен сіздерге 2009 жылы шыққан Джеки Чанның «Инцидент» Синдзюку фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Әрине, видеоны соңына дейін көріп, лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал біз көпке созбай осымен бастаймыз. 90-шы жылдардағы Жапония, қытайлық мигранттардың кемесі суға батып, әзер аман қалады. Бұны көрген полиция қызметкеріне екі жігіт жабылып, оның қаруын тартып алған соң барлығы жан-жаққа қаша бастайды. Қытайлықтардың біреуі өзіне киім таппағандықтан көшеден ұрлауда. Токиодағы белгілі бір мекен-жайға келгенде, айналадағы жезөкшелерді ұстап жүрген полицейлер өте көп екенін көріп, басты кейіпкеріміз тыныш қана үстелдің астына тығылады. Қытайда оны бәрі темірбас деп атаған екен. Темірбас басына қалпағын киіп, тракторды айдаған сәттерін еске алуда. Ол кезде қытайлықтардың жағдайлары қиын болған соң бәрі Жапонияға көшуді армандаған болатын. Темірбас ғашығы Шишумен бірге күнде трактормен серуендейді. Шишудың Жапонияда туыс әпкесі бар болып шықты және қыз сол әпкесіне жұмыс істеп байыған соң қайтып келемін деп отыр. Жұрт Шишудың әпкесі қайтыс болғанын естиді, ал Шишу болса әлі хабарсыз. Осылай Темірбас Шишуға алаңдап Жапонияға барған екен. Жапонияда Темірбас өзінің жерлестерін тауып, олармен танысады. Үстінен сасық иіс шығып тұрған соң таныстары оны саунаға апармақшы. Саунада якудзалар елде қытайлықтардың көбейіп кеткенін айтып, оларды жақтырмай отырады. Таң атпай Темірбас таныстарымен бірге жұмыс іздеп метрода жүреді. Кішкене ақша берген соң жапондық жігіт оларды құрылысқа кіргізем деп уәде бергенімен, ертеңінде оларды құрылысқа емес, қоқыс жинауға жібереді. Жұмыс кезінде бір жігіттің үстіне қоқыс төгіліп, Темірбас оны құтқарып үлгереді. Көп ұзамай жапондықтар полиция шақырған соң қытайлықтар қаша бастайды. Қоқыстың астында қалған жігітті бәрі Гонконгтың адамы деп атайды екен, және ол кәсіп ретінде ұрланған телефондардың картасын сатады екен. Якудза кланының беделді басшысы қайтыс болады. Енді якудзалар жаңадан басшы сайламақшы. Араларынан ең көп дауыс жинаған Мураниши болып шықты. Енді оның оң қолы болып Ташинари сайланды. Бірақ Тагава әулеті оларды мойындайтын емес. Осыдан соң біз сол церемонияда отырған Шишуды көреміз. Полицейлер қалада қытайлық мигранттардың көбейіп кеткенін естіп, олардың ізіне түсе бастайды. Канализацияда жұмыс істеп жүрген қытайлықтарды полициялар жатпай тұтқындауда. Аудармашы Темірбаспен сөйлесіп, олардың жалақысы 2 есе төмендейтінін ескертеді. Бір кезде мигранттар наразылық білдіріп, бәрі топырлай қашады. Суға құлаған детектив жүзе алмайтын болып шықты және қытайлықтардан көмек сұрауда. Сонда Темірбас оны судан тезірек құтқарып, қайта қашып кетеді. Қытайлықтар базарда ұрлықпен айналысып жүр. Олардың айтуынша жапондықтар ұрлыққа жоқ екен және басқалар да өздері сияқты деп ойлайды. Бастықтары оларға тек бренд тауарлар әкелу керектігін айтады, ал мына заттар сатуға жарамайтын болды. Темірбастың Усачи атты танысы оған қалай аппараттан тегін темекі алуды көрсетуде. Бірақ басты кейіпкеріміз басының амандығы үшін тыныш жүруді қалайды. Лили атты қытайлық жезөкше ыдыс жуып отырған жігітті көріп, оған кішкене ақша береді. Кетіп бара жатқан Лилиге бұзақылар тиіспекші болғанымен, Темірбастың арқасында олар аман қалады. Жаралы шалды Лилидің кафесіне әкеліп оған көмек көрсетпекші. Лили оған тағы ақша ұсынса да, Темірбас қыздың қолын қайтарып, оған алдын берген ақшасын да өзіне ұстатады. Енді қызбен жайғасып, оған өзінің Жапонияға қалай тап болғанын айтуда. Жапонияда жаңа заң енгізілді. Ендігіден бастап елде якудзаларға шектеу қойылады. Якудзалар бүкіл документтерді өртеп, полициядан жасырынып қалмақшы. Ташинари якудза бастығына келіп, енді заңға бағынуды ұсынғанымен, Мураниши Тагава әулетінің бұзық екенін айтып, оларға сеніңкіремейді. Темірбас қымбат рестораннан жұмыс табады. Ташинари болса Шишумен бірге сол ресторанда жүр. Алыстан Шишуды байқағандай болған Темірбас оған біраз қараған соң қыздың Шишу екенін түсінеді. Енді бармақшы болғанда Шишу күйеуімен көлікке отырып ол жерден кетіп қалады. Бұл жерде Шишуды бәрі Юко деп атайды. Үйіне келген соң Юко күйеуіне біртүрлі қараған жігіт өзінің ауылдағы танысы екенін түсіндіреді. Күйеуі ешкімді өзінен төмен санамайды екен және келесі жолы тағы да кезіктірсе онымен сөйлесуге рұқсат береді.
Темірбас қыз үшін қайғыруда. Досы оған ішімдікпен бірге жезөкшелерді әкеледі. Өзінің шекарадан өтерде қалай бір полицейді өлтіріп құжаттарын жоғалтқаны есіне түскен соң еліне қайта алмайтынын түсінеді. Басты кейіпкеріміз енді Жапонияда баюды шешеді. Телефон картасын сатумен айналысып, қасына адамдар жинайды. Сосын банк картасын сатумен айналысады. Бірақ уақыт өте келе, бұдан да көп пайда жоқтығын түсініп, ойын аппараттарын бұзуға көшеді. Бұл істен жақсы ақша көтерген соң досына армандаған тамақ сататын арбасын сыйға тартады, ал Лилиге қымбат сөмке сыйлайды. Енді Лилиді өзінің жерлестерімен таныстырмақшы. Бір кезде үйдің иесі келіп, қазір тынышталмасаңдар полиция шақырам деп ескертеді. Темірбас кешірім ретінде шалға қымбат сағатын беріп, бәрін сабырға келтіруде. Жақындарына ендігіден бастап жапон тілін үйреніп, көпшілікпен араласу керектігін ескертеді. Қызбен танысып тұрған Зиді қыздың қытайлық әкесі Така байқап, оны сөйлесуге алып кетеді. Өзінің Якудзадағы таныстарына келген соң Зиге бәрі жабылып, сол жерде ұрып кетеді. Үйге келген Зидың жағдайын көріп, Темірбас оларға жалғыз бармақшы. Енді Така якудзалармен бірге Темірбасқа тиіспекші болғанда, артынан таяқпен жігіттері пайда болады. Жігіттер бәрін таяқ астына алып, шалдың кафесінен түк қалдырмай қиратуда. Енді Темірбас Зидың арбасын қайтарға жатқанда, оны детектив тоқтатып, судан құтқарған үшін ризалығын білдіреді. Триаданың бастығы Гао өзінің ойын аппараттарын біреулер бұзғанын түсініп, кім екенін табуды бұйырады. Зидың бір нәрсе білдіріп отырғанын байқап, мафиялар оны тұтқынға алып, аямай қинайды. Зи басшысы жайлы ештеңе айтпаған соң, жаза ретінде мафиялар оның бетін тілуді шешеді. Темірбас Зидың қиын жағдайда екенін түсініп, оған барам дегенше, мафиялар досының бір қолын шауып тастаған екен. Жігіттер қарулы болғандықтан мигранттар оларға дым істей алмайды. Ендігіден бастап мафиялар қытайлықтарға бұл районнан кетуін бұйырады. Достары енді не істейтіндерін ойлауда. Темірбас Гаоның ресторанына білдіртпей кіреді. Ол жерде Тагава әулеті Муранишиді өлтіруге Гаоны жалдамақшы екен. Якудзалар қастарына Ташинариді шақырып, онымен бизнес жайлы сөйлеспекші, бірақ негізгі ойлары одан құтылу болатын. Сол жерде оған бәрі жабылып, енді өлтірмекші болғанда тығылып отырған Темірбас Ташинариді қорғап, Гаоның қолын шауып жібереді. Олармен біраз шайқасқан соң, екеуі қашып шығып, көліктің артына тығылуда. Ташинари оған алғыс ретінде ақшасын беріп, өзімен ертіп кетеді. Үйге келген Ташинари әйеліне Темірбасты таныстыруда. Шишу мен Темірбас бір-біріне не дерін білмейді. Якудзадан бір қыз дүниеге әкелгенін көріп, енді оған алаңдамайтынын айтады. Бір кезде Ташинари Темірбасқа Якудзаға кіруді ұсынғанымен, Темірбас бұл ұсынысқа жауап бермей, Шишуға тым болмаса анасын көріп қайтуын ескертеді. Ертеңінде Якудзаның бастығы Мураниши Ташинаридің кешегі жағдайына мүлдем сенбей, кешірім ретінде Тагава әулетінің алдында басын игізеді. Осылай Ташинари өзінің бастығына кек ұстайды. Ертеңінде ол Темірбастың үйін тауып, оған Мураниши мен Тагаваны үлкен көлемді ақшаға өлтіруді ұсынады. Басты кейіпкеріміз бұл ұсынысқа тез келіскенімен өзінің талаптары бар болып шықты. Біріншіден, оған Жапония азаматтығы, және екіншіден Гаоның Синдзюку районы керек екен. Сөйтіп екеуі келісіп, Темірбас бірінші Муранишиді өлтіреді. Ташинаридің якудзалары бұны істеген Тагава әулеті деп, қаланың тура ортасында қан төгіс басталады. Келесіде Темірбас парковкада тұрған Тагаваны атып өлтіреді. Енді үкімет олардың шектен шыққанын түсініп, арнайы якудзаларды тұтқындайтын орган құрмақшы. Жоғарғы басшылар екі кланды татуластыруды шешеді. Осыдан бастап Мураниши кланның бастығы Ташинари, ал Тагава әулетінің бастығы Кёнхэ. Сырттан бақылап тұрған детектив якудзалардың арасынан Темірбасты байқайды. Ертеңінде Ташинари өзінің орынбасарына Синдзюку районын Темірбастың қолына тапсыруды бұйырады. Қытайлықтар бұл жеңісті атап өтеді, тіпті Таканың өзі қуанып, ендігіден бастап Темірбасқа ақша төлеп тұрмақшы. Бірақ Темірбас Таканы сол жерде кешіріп, ақша алмайтынын жеткізеді. Басты кейіпкеріміз достармен бірге жаңа кафе ашады. Ендігіден бастап бәрі заңға бағынып, Қытайдан келген мигранттарға көмек беруді шешеді және бұл істі Зиға тапсырады.
Бірақ Цзы оның Таканы кешіргенін естіп шыдамай кетіп қалады. Детектив Темірбасты заңды бизнес үшін құттықтауда. Көп ұзамай басты кейіпкеріміз трактор бизнесінде ашады. Көтеріліп кеткен қытайлықтар енді көшеде шу шығаруда. Цзы болса жапондық панктардың формасын киіп наркотик саудасымен айналысып жүр. Якудзаның жоғарғы басшысы қытайлықтардың бұндай озбырлығына төзетін емес. Ташинариге хабарласып, оларды тоқтатуын талап етеді. Бірақ Ташинари мигранттарды пайдаланып Кёнхэні алып тастамақшы екен. Оның бұл сөзін естіген Якудза басшысы Кёнхэге бәрін айтып, Ташинаридің орынбасарына бастығын өлтіруді бұйырады. Темірбасқа келген детектив қытайлықтар көшеде наркотик сататынын айтып, бұны тезірек шешпесе полиция келетінін ескертеді. Өзінің кафесіне келген Темірбас шулап отырған жастарды сабырға келтірмекші. Бірақ олар Қытайдан енді келген Цзыдың адамдары болып шықты. Ал Цзы болса тапсырманы тікелей Ташинаридан алатын болыпты. Қарапайым қытайлық мигранттар осылай триадаға айналып кетеді. Лили Темірбасқа Бразилияға кетуді ұсынуда, бірақ Темірбас достарын тастап кете алмайды екен. Сол жерде ол детективпен кезігіп, Ташинаридің заказы бойынша екі якудза басшысын өлтіргенін мойындайды. Темірбас якудзаларды ұстап беру арқылы өз достарын аман алып қалмақшы. Бірақ оның бұл шешіміне келіспеген Лили шапалағын беріп кетіп қалады. Якудзалар бір түнде қытайлықтардың бәрін қырмақшы. Детектив пен Темірбас достары отырған үйге келеді. Ол жерде Ташинари да бар болып шықты. Достары оның өзімен бірге полицейді алып келгеніне ашулы. Темірбас өзі сенген адамдардың бәрі бұзылғанына сонда көзі жетеді. Олардың айтуынша бұл жұмыстың еш жамандығы жоқ. Темірбас достарын сынға алып жатқанда детектив Ташинариді атпақшы болады. Бірақ басты кейіпкеріміз оны ұстап үлгереді. Сол кезде гонконгтық жігіт Темірбасқа пышақтық болса бола ма? Усач бәрін сабырға келтіріп жатқанда гонконгтық жігіт оны бауыздап жібереді. Достары енді Темірбасқа жабылмақшы, бірақ терезеден тас атқан якудзалар оны құтқарып қалады. Көп ұзамай якудзалар оларға шабуылдай бастайды. Бір кезде қашып бара жатқан Ташинариді өзінің орынбасары атып түсіреді. Якудзалар қытайлықтарды бірінен соң бірін қыруда. Өлер алдын Ташинари Темірбасқа якудза ісіне байланысты флешкасын тапсырады. Детектив болса тезірек басқа да полицейлерді шақыруда. Полиция келем дегенше Темірбас қашып кеткен еді. Үйіне кіргенде жерде қансырап өлейін деп отырған Цзыды көреді. Темірбас Шишуға хабарласып, күйеуінің өлгенін айтып, тезірек темір жолға келуін өтінеді. Ол кезде Тагава кланының басшысы Кёнхэ Шишуды тұтқында ұстап отырған болатын. Темірбастың қайда екенін біліп, енді оның ізіне полициямен қоса якудзалар да түседі. Жол бойы оған әртүрлі заттар лақтырған якудзалар бір кезде оны қоршауға алады. Якудзаның біреуі оны атқан кезде жүгіріп келген детектив якудзаны атып түсіреді. Темірбастың қайта қашқанын көріп, детектив оның артынан бармақшы. Канализацияда суда жатқан Темірбастың оқ кеудесіне тиген екен. Темірбас детективке флешканы тапсырып суға жіберуін өтінеді. Өлер алдын Темірбас есіне достарын алып, триада болмай тұрған кездегі бақытты сәттерді еске алады. Осылай біздің инцидент Синдзюку атты киномыз аяқталады. Джеки Чанның тағы да киноларын қаласаңыздар, комментарийге Джеки деп жаза кетіңіздер. Әрине, лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де келесі жүздескенше сау болыңыздар.